Сәлем достар, менің есімім Елдос, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен интернет бизнесті бастау үшін қате түсініктер жайында әңгіме қозғағым келіп отыр. Яғни достар, көбісі ойлайды, мына интернет бизнесті бастау үшін үздік блогер, я болмаса үздік оратор болу керек деп ойлайды. Достар, бұл өте қате түсінік. Неге? Өйткені алып қарасаңыздар, блогер болсын, я болмаса оратор болсын, олар ең бірінші бастаған кезде керемет сөйлеп, жаңа аспаннан салбырап түскен жоқ олар, мысалы, керемет сөйлеп. Сол себепті достар, қалай сөйлей аласыз, қалай жеткізе аласыз ойыңызды, осыдан бастай беру керек. Ұялмау керек та, мен ұялмау керек, мен сөйлей алмаймын, я болмаса мен ойымды жеткізе алмайын деп еш қиналудың қажеті жоқ. Екіншіден, қымбат камера алу керек, я болмаса қымбат видео камера алу керек деп ойлайды. Достар, мен сіздерге айтайын, мен ең бірінші видеомды телефонға түсірдім, өзім қолданып жүрген телефоныма. Качествосының өзі керемет деп айта алмаймын. Бірақ бас кезінде телефонның өзі жеткілікті. Сосын монтаж жағына келетін болсақ, көбісі ойлайды, керемет монтаждау керек, я болмаса жаңағы керемет спецэффекттер қосу керек деп ойлайды. Достар, қалай түсірдіңіз, қалай түсіре алдыңыз, қалай жасай аласыз, солай істей беріңіз. Бас кезінде ең басы тек қана бастап кету. Ары қарай сіз көш жүре келе түзеледі дейді. Қолыңыздағы бар телефонмен түсіріп бастап кете беріңіз. Үшіншісі, көбісі ойлайды да, интернет жайында барлығын білу керек, яғни технический жағын білу керек дейді. Достар, біз бірінші классқа барған кезде біз бүкіл сөзді оқи алмаймыз, я болмаса біз 100-ге дейін, я болмаса 1000-ға дейін санай алмаймыз ғой. Біз бірте үйренеміз да. Сол сияқты да сізде интернетке келгеннен кейін ең бастысы жай интернетке видеоны қалай салу керек, соны білсеңіз болды да. Және астына өзіңіздің телефон нөміріңізді жазып қалдырсаңыз, соны білсеңіз болды. Ары қарай сіз бірте оның барлығын үйренесіз. Сосын көбісі ойлайды, интернетте ақша табуға болмайды, интернетте барлығы алдау, арбау, жаңағы біреуді алдап кету керек, жаңағы отырғызып кету керек деп ойлайды, я болмаса бұл лохотрон деп ойлайды да. Достар, сіздерге мынандай бір мысал келтірейін. Мен осы интернет бизнеспен, сетевой бизнесті интернет арқылы дамытып жатырмын. Қазіргі таңда Алматыдан, содан кейін Шымкент, Москвадан, мысалы Қостанайдан, және де даже Малайзия мемлекетінен менде командам бар да, мысалы. Біреуінде мен түрін көрген жоқпын, мысалы. Олар маған сеніп келді, олар осы менімен бірге жұмыс істеп жатыр да, менің командамда. Тағы да бір айтып кететін жағдай. Сіздің айналаңыздағы адамдардан қарағанда интернеттегі адамдар сізге көбірек сенетін болады. Ол менің басымнан өтті, өйткені қазіргі таңда менің командамда ешқандай досым, я болмаса туысқаным жоқ. Мен танымайтын адамдармен бизнес құрып жатырмын. Көрдіңіз бе? Сол себепті достар, интернеттегі адамдар сіздерге көп сенеді. Сосын тағы да бір қателік, әсіресе үлкен кісілер ойлайды, менің жасым келіп қалды, мен интернетті түсінбеймін, бұл мен түсіну үшін біраз уақыт керек, қиын болады деп ойлайды. Достар, қазіргі таңда интернетте қарасаңыздар, әжелеріміздің өзі, аталарымыздың өзі ақша тауып жатыр. Яғни, мынандай сөз бар да, адам 3 күннен кейін тозаққа да үйренеді дейді да. Достар, просто қалай айтуға, біз жаңа дүниеден қорқамыз, біз жаңа дүниеден сескенеміз. Яғни, айтуға, непривычно дейді да. Біз күнделікті үйренбеген жағдайларда біз жаңа бір дүниеге келіп қалған кезде біз қорқамыз. Достар, мысалы біз күнделікті тамақ ішеміз ғой, біз енді үйрендік қой, мысалы 3 мезгіл тамақ ішуге. Сол сияқты ертең сізде уақыт өте келе видео түсіруге, я болмаса инстаграмға пост салуға, фотоға түсуге күнделікті үйреніп кетесіз. Ең бастысы, мен сіздерге айтайын, бастау керек, тоқтамау керек, және сізге ұнады ма, сіз сол ұнаған идеяңызды, ұнаған ойыңызды іске асыруыңыз керек. Осы видеоның астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, және де қоңыраудың суреті тұр, сол қоңыраудың суретін обязательно міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін. Маған деген сұрақтарыңыз болса, осы экранда көрсетілген нөмір бойынша, я болмаса осы видеоның астында төменде сілтемелер бар, менің әлеуметтік парақшама. Сол сілтемелер арқылы маған байланысқа шығуыңызға болады. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.